Бикештер, август айында ең маңызды бұл 4 августте жаңа айдың тулуы болады. Жаңа айдың тулуы бұл өмірге келгенде мен кіммін, менің күліп жүруіме, менің бақытты болуыма не әсер етеді, менің орным қайда деген сұрақтарды сіздердің алдарыңызға қояды. Және сіздердің бұл егерде асценденттеріңіз бикеште болса, 12 салаларыңыз болуы да мүмкін. Бұл мен денсаулығыма көңіл бөлейін деп енді соны аяқтайтын, анықтайтын, бір врачтармен жүгіретін, диетамен, дәрілермен айналысатын, бір емшіңізді табатын кезеңдеріңіз болады сіздердің. Немесе бір пенсияға шығатын, бір ауырып жатқан туған туысыңыз, ата-анаңызға көмек беретін, бір қарттар үйіне баратын, немесе бір түрмелерге, бір жабық орындарға баратын, немесе бір психбольницаларға баратын, себебі 12 сала бұл көзден таса жабық орындар. Немесе бір психологтарға барасыз, немесе өзіңіз ішіңізге үңілу, денсаулығыңызға көңіл бөлу, тіпті өзіңіз бір күш алатын орындарға бару, ел жер аралап, тіпті жалғыз қалғанды ұнатып, бір кинофильмдер көріп, елден таса жерде жату, демалу, осындай бір ең адамның өзіңізбен өзіңіз қалып тілдесетін уақытыңыз сізге берілетін, күш жинайтын кезеңіз. Бір мына сараптау жұмысын жүргізесіз, немесе аяқтайсыз, бір оқуды аяқтайсыз, немесе бір жұмысты аяқтайсыз, немесе бір кітап жазуды, бір күнделіктер жазуды аяқтайсыз. Себебі 12 сала бұл ең соңғы сала. Сол жерде қазір сіздің күніңіз тұр, бикештер. Арыстан белгісінде жаңа айдың тулуы сіздің осы 12-ші күн үйіңізді, салаңызды активтетеді себебі. Және сол жерде бір өткеннің оқиғаларын қорытындылап, жаңа ситуациялар өміріңізге келу керек. Және 23-ші августте сіздердің белгілеріңізге бикештер белгісіне күн келеді, бірінші салаңызға. Бұл ешқайда асықпай күніңіздің келгенін сіздің күтуіңіз керек екенін көрсетіліп тұр. Өзіңізге өзіңіз үңіліп, денсаулығыңызға көңіл бөліп, демалатын жеріңізге демалып, себебі бұдан соң бір көп істерге сізге себеп күш керек. Күніңіз 23 августтен соң күн ғаламшар, ең мықты ғаламшар күн қайда, сол жерде барлық адамдар сізді іздейтін болады. Көп жерде сіз мұрындық қойып жүресіз. Ең сұлуы, әдемісі, абыройлысы сіз боласыз. Көзге бірінші түсесіз. Себебі энергия сізде болады, күш жігер сізде болады. Адамдар бір жарыққа ұмтылғандай сізге ұмтылатын болады. Сіздің ең маңызды кезеңіңіз бір осы жылдағы ең бір циклыңыздың басталуы. Себебі жылына бір-ақ мәрте келеді ғой. Сіздің туылған күніңіз бикештер себебі. 23-іне. Кеп жеткен туылған күндеріңізбен. 23-нен бастап туылған күнін өткізетін бикештер. Алдыңызға бір жоспарлар құрыңыз. Осы 4 августке дейін. Себебі ең бір өткеніңізді қорытындылап, саралап, алдыңызға жоспарлар құра бастайсыз 23-не дейін. Және 7-сі, 8-сі, 9-сі күннің ең мықты күшейген кезеңі. Нақты бір ішіңізде қорқыныштардан да құтылатын, өзіңізге бір жағымсыз, ұнамайтын қасиеттеріңізбен құтылатын кезіңіз. Армандар орындалатын, себебі 12-ші салаңыз активті. Сол жерде ең бүкіл фокус сол жерде. Кеңістік әлемнің. Өте жағымды кезеңдер сіздер үшін 7-сі, 8-сі, 24-сі, 27-сі, 29-ші август болып табылады. 5-ші августте сіздің жебеуші ғаламшарыңыз Меркурий кері бұрылысқа түседі. Және бүкіл ақыл ой 9 августтен бастап сіздерге өтеді. Өте жауапкершіл, ұқыпты, тиянақты белгі сіздерге. Көп істерді сіздер жүргізетін боласыздар. Есеп, қисап болсын, оқу ісі болсын, сараптау, үй жинау, тастайтын нәрсені тастау, өртеу, бір бұрынғы тұрған жерлеріңізге барып ремонттау, үйлер салу, немесе бір қаладан екінші қала, себебі 12-ші сала бұл өзге елдер, шет елдерден де келуіңіз мүмкін. Немесе отаныңызды тастап басқа қалаға барып, анаңызбенен кездесу, себебі осының барлығы осы салаға жауап береді. Жүріс тұрысыңызды, сөйлеу мәнеріңізді өзгертуге де атсалысатын боласыз.
Себебі күн 23 августте сізге өткеннен соң өзіңізге бір айнаға қарап, мен кіммін деп, менің қай жерім ұнамайды, қай жеріммен не істеуім керек деген секілді, немді өзгертуім керек, қандай менің жағымсыз жерлерім бар, менің ең мықты күшім қайда, менің бір романтикалық жүрегім қайда деп қасыңызға екінші жартыда іздейтін кезеңдеріңіз болады. Өйткені сіздер көбінде өздеріңізді жаңағы жұмысқа арнайсыздар, өте бірақ жинақысыздар, ұқыптысыздар, нағыз бір денсаулығыңызға да көңіл бөлесіз. Осы кезеңде бір хоббилармен айналысасыз, жаттығулармен, диеталармен. Себебі сіздердің салдарыңыз бұл ең нағыз іскерлік, қызмет көрсету, өзгелердің жаңағы баспен істейтін жұмыстарында көбінде мемлекеттік органдарда да болсын сіздер жүрсіздер. Есеп қисап болсын, образдармен жұмыс жасау, әсемдік салондар, себебі Венера ғаламшары сіздерге өтеді, сұлулық. Содан соң сіз өздеріңізге көңіл бөлуге осы кезеңде көңіл бөлетін боласыздар. Әдемі заттар сатып аласыздар, киімдер сатып аласыздар, сондай жерлерге шығасыздар. Әдемі бір сумкалар, аксессуарлар, машиналар. 12-18-інде Марс ғаламшары Юпитерменен бірігуі ең нақты нүктесі 14 август болады. Бір шырғалаңдарға толы кезең, көп қарбалас кезең. Нақты нүктесі 14 август, ал бірақ әсер ету аймағы бүкіл август. Бұл нені білдіреді? Бұл бір орында отыра алмай, ары-бері тызылдап көп қимылды білдіреді. Және сөз көп, әңгіме көп, адамдармен араласу көп, ары-бері қыдыру көп. Себебі егіздер белгісінде қазір Марс ғаламшары тұр, ең көп ары-бері қимылдайды. Әрі осы кезеңде бізді бір шектеуші, бізді бір жауапкершілікке шақырушы адамдар, немесе қасыңыздағы жарыңыз, туған туысқандарыңыз, сол адамдар тарапынан да. Сондықтан өзіңіздің ішіңіздегі қорқыныштарды жеңіп, өз-өзіңізге сеніміңіз керек болады. Өзіңізді алып шығады, өз кеудеңізбен ақылдасың. Басыңызды жоғалтпауыңыз керек, кеудеңізді нық ұстауыңыз керек. Себебі Сатурн ғаламшары осыны айтып тұр. Сіздің 10-шы салаңызда, ең жоғарғы потенциалыңызда. Өзіңізді нақты бір іскерлік жағынан жұлдыздай көрсететін де кезеңіңіз болады. Немесе жұмысқа тұра алмай жүрсеңіз, звоноктар келеді, егер бір жақтарға сұраныс жіберген болсаңыздар. Немесе бір жерлерден бір өзіңіздің кәсібіңізді ашасыз. Нақты еміңізді табасыз. Өзіңіздің врачыңызды табасыз. Нақты жүрегіңіздің дәл қазір сіз үшін не маңызды, мүмкін махаббат шығар, соны табасыз. Бұл 12 мен 18 август аралықтарында болады. Және көп адамдармен тіпті конфликтке де барасыз, келіспей қалушылықтар да болады. Себебі махаббат үшін, ақша үшін, абырой үшін тартыста, қай ғасырда болмасын, қай айда болмасын, қай уақытта болмасын, тартыссыз келмеген қымбат дүниелер. Соның қатарында сіз де боласыз. Нағыз бір өзіңіздің кәсібіңізді алға қоясыз, денсаулығыңызды алға қоясыз. Осындай мықты кезеңіңіз болады. Және айдың соңында Венера ғаламшарының жұлдыздай жанатын кезеңі. Бір ақшалық түсімдер келеді, егер де сіз бір құжаттармен осы кезеңге дейін жүгірген болсаңыз. Әйтеуір дегенде жаңағы ремонтыңызға, үйіңізді бітіруге ақша табуыңыз мүмкін. Немесе әйтеуір бір сотқа жүгінген болсаңыз, соның жауабы келуі мүмкін. Ақшаңызды өндіріп алуыңыз мүмкін. Үйіңізге көлемді бір заттар сатуға ниет қылуыңыз. Күткен адамыңыздан жауап келу. Өте бір керемет, жақсы айларыңыз болып өтсін август айы. Құрметті